Келесі, ал енді сабақты бастайық балалар. Қылмыстық құқық дегеніміз не? Жалпы қысқаша айтқанда балалар, қылмыстық құқық дегеніміз қылмыс жасалған кезде қылмысты қалай алдын алуға болады, жасалып қойған қылмысты қалай жазалау керек, егер ол адам байқамай өлтіріп қойса не болады деген сияқты жалпы барлық жағдайларда қоғамдық қатынастарды реттеп отырады. Яғни аса ауыр бір адамның өміріне қауіп келтіреді немесе үлкен қылмыстардағы қоғамдық қатынастарды реттеу ол қылмыстық құқық деп аталады екен балалар. Енді балалар, қылмыстық құқықтың міндеттеріне келейік. Қылмыстық құқықтың міндеттері кез келген, мысалы, азаматтық құқықтың міндеттері бар, әкімшілік құқықтың міндеттері бар. Яғни сол кодекстің міндеті, яғни қылмыстық құқықтың міндеті, ол міндетті түрде қорғау керек, алдын алу керек, және де ол бізде тәрбиелеу керек. Яғни қорғау деген түсінікте қоғамдағы белгілі бір жанжалдардан, белгілі бір заттардан бізді қорғап отыру керек, қоғамдық мүдделерді, адамдардың өмірлерін. Қылмысты алдын алу, яғни анализировать ету керек. Неге Қазақстанда соңғы жағдайларда ұрлық көп болып кетті? Ол ұрлықты қалай қысқартсақ болады деген сияқты. Үшінші, ол бізде қоғамдағы адамдарға ақпарат бере отырып, қоғамды тәрбиелеу, немесе уже жасап қойған адамдарды түрмеге отырғызып қайта тәрбиелеп шығару. Яғни бізде қылмыстық құқықтың негізгі міндеттері. Яғни өздеріңіз білесіздер, қылмыстық құқықтың міндеттері деген сразу мені қорғау керек деп айтасыздар, сол сияқты. Келесі, қылмыстық құқықтың функцияларына тоқтайық. Жалпы қылмыстық құқықтың функцияларына тоқталатын болсақ, ең бірінші алдын алу функциясы балалар. Бұл жерде сызылып қойған, уже алдын алу функциясы дегеніміз, ол бізде адамдарды қорқытамыз алдын ала. Немесе айтамыз, естеріңізде болса, тәрбиелеу функциясы болған еді, жалпы құқықтың функциясын, қосымша функциясының ішінде бізде тәрбиелеу функциясы болған. Яғни қоғамда алдын ала тәрбиелеу, алдын ала қылмыс туралы айтылу керек. Біз мысалы айтады да, мысалы сізде ой болуы мүмкін ғой, білейін, осы машина ұрлағым келіп жүр деп, сізге айтады, егер машина ұрласаңыз, бұл аса ауыр қылмыс болып есептеледі, мысалы, ертең вообще университетке түсе алмай қаласың деген сияқты жаза туралы алдын ала ақпарат береді. Енді қылмыстық құқықты қорғау функциясы. Бұл деген түсінікті деп ойлаймын, адамның өмірі аса маңызды мүдделерді қорғау үшін біз осы қорғау функциясы жүзеге асырылады. Қоғамдық қатынастарды реттеу мақсатында. Яғни қылмыс дегеніміз балалар, ол адамның денесіне, адамға өте үлкен моральный зиян келтіру, бұның барлық қылмыс болып есептеледі. Қылмыстық құқықты ынталандыру функциясы балалар, ынталандыру деген мотивировать ету деген сияқты. Яғни сізге мотивация береді. Ол қалай мотивация береді? Мысалы айтады, ну ладно, сен бұл жол жасап қойыпсың, біз сізді кешіреміз, бұлай қылмыс жасамауға тырысыңыздар. Жалпы адамдардың барлығы бейбіт өмір сүру керек деген сияқты адамдарды ынталандырады. Мысалы, қылмыстық құрамның жеңіл түрі болған жағдайда қылмыстық жауаптылықтан босату немесе оны жеңілдету. Яғни сіз магазиннен нан ұрлап кететін болсаңыз, сізді кешіреді, айтады, енді бұлай жасамаңыз. Яғни адамдарды қылмыс жасамауға деген мотивировать етеміз. Но енді қаншалықты күшті мотивация болатынын білмеймін, бірақ мемлекет адамдарды әрқашанда қылмыс жасамауға мотивация береді. Келесі, қылмыстық құқық жүйесі балалар. Осы жер маңызда, себебі мен сіздерге ескерткен болатынмын. Азаматтық құқық жүйесі болсын, қылмыстық құқық жүйесі болсын, әкімшілік құқық жүйесі болсын, осы үш құқық жүйесі де бізде екіге бөлінеді. Жалпы бөлімі жалпы және ерекше бөлім деп аталады. Вот балалар. Жалпы бөлім және де ерекше бөлім. Жалпы бөлім мен ерекше бөлім бір-бірімен өте қатты байланысты. Жалпы бөлім дегеніміз не? Жалпы қылмыстық құқықта. Жалпы бөлім дегеніміз осы құқықтық міндеттердің қағидаттарын анықтау керек. Яғни бағана қорғау, алдын алу деген сияқтының барлығы жалпы бөлімде жазылып тұрады. Балалар, жалпы бөлімде одан бөлек қылмыстық заңның уақытын, қылмыстың жазасын өтелуі, яғни қандай жаза түрі. Ең бірінші барасыз ғой сен, адам өліп жатса, мынау аса ауыр қылмыс сияқты деген сияқты. Бұның барлығы балалар бізде жалпы бөлімге жатады. Жалпы деген, яғни сыртынан общий айту деген сөз ғой, бір картинканы беру. Яғни мысалы қылмыста сіз айтасыз, ол бізді қорғайды, осылай жазаланады деген сияқты. Ерекше бөлім дегеніміз балалар именно қалай өлтірді, яғни сіз көресіз ғой, қалай өлтірді, неге таңертең өлтірді, адамның қандай мотиві болды. Яғни жалпы бөлімнің ішінде уже тоқтала бастайсыз. Примерға келтіреге, мен үйге келдім, үйім тоналып жатыр. Сіз сразу айтасыз, бұл бізде ұрлық деп айтасыз. Яғни сіздің айтқаныңыз ұрлық деп шешім қабылдағаныңыз, бұл бізде жалпы бөлімге жатады. Енді сіздің үйіңізге следовательдер келеді, тергеушілер. Олар бана барлығын анықтап, ұрлық сағат 4-тен 5 кеткенде болды, ұрлықты сіздің подругаңыз жасады, себебі ол осы сумканы жақсы көрген еді деп, осылай мелкий қылып түсіндіріп ататын болса, балалар, бұл бізде ерекше бөлім болып есептеледі.